Адай күйдің шыны авторы Құрманғазы атамыз емес, Ақмаңдай деген қыз десем. Бұны мен емес әрине, бұны Құрманғазы атамыздың төл шәкірті Дина әжеміз айтты. 37-ші жылы Ахмет Жұбановқа орындап, осы Адай күйін орындап, сол кезде әңгіме айтып берді. Сонда дейді, Құрманғазы түрмеден қашып, Бөкей Орда жақтан Маңғыстауға барады ғой, түбекке. Сол жерде жүргенде бір үйге кіреді. Төрде домбыра ілулі. Сол домбыраны алып, бұрауын өзгертіп, домбыра сағынған ғой қашып жүріп. Сөйтіп отырғанда бір қыз кіреді да, домбыраның иесі екен. Сонда анау қыз ренжіп домбыраны алып, бұрауын келтіріп, сосын өзінің күйін тартады. Ал жауап ретінде Құрманғазы Серпер деген күйін тартады. Сонда Дина әжеміз нақты Ахмет Жұбановқа айтты. Адайды сол Ақмаңдай деген Адайдың қызы тартты. Ал Құрманғазы Серпер тартты. Сонда Дина енді Құрманғазының төл шәкірті, қасында қанша уақыт жүрген адам неғып өтірік айтады. Жалпы бұл Адай күйдің 3 нұсқасы белгілі болды. Біреу сол Дина тартқан, сосын одан сәл өзгешелігі бар Динаның шәкірті Қали Жантілеуов тартты. Біз білетін нұсқа сол Қали Жантілеуовтың нұсқасы, бірақ 3 есе жылдам орындалған. Жалпы соңғы 100 жылда қазақта не ғұрлым тез тартсаң, сол ғұрлым күшті болады деген бір сенім шыққан ғой. Сосын 3-ші нұсқа Науша Бөкейханов деген Құрманғазы оркестрді негізі 4 адам жасаған ғой, негізін қалады. 3-і төре тұқымдары болды. 2-і репрессияға ұшырады. Сонымен кейін тек қана Ахмет Жұбановтың аты аталатын болды. Сонда сол оркестрдің негізін қалаушылардың бірі Науша Бөкейханов Адайдың мүлде басқа нұсқасын тартты да. Сонда Ахмет Жұбанов үшеуін салыстырып айтады, мынау Наушаныкі, Наушаның нұсқасы қызға көбірек келеді, сондай бір нәзік, гүлдей сияқты. Ал дейді шамасы, кейін Құрманғазы оны өзгертті, өзінің тентек мінезіне лайықтап өзгерткен шығар дейді. Енді ол 19 ғасырда Адайдың күйші қызының мінезі қандай болды, тентек болды ма, нәзік болды ма, қазір ешкім айта алмайды. Мүмкін шынымен Наушаның нұсқасы сол бастапқы нұсқа, ал кейін Құрманғазы өзгертті, басқаша да болуы мүмкін. Бірақ Дина нақты осылай айтқан ғой, Ақмаңдай қыздың күйі деп Адай.